армысыздар ағайын. Өзімнің шәкірттеріммен Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының музыкалық білім беру және психология мамандығының 2-ші курс студенттерімен Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған арнайы әдеби музыкалық жобаны ұсынғым келеді. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр елсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көп ұнадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай қарғып. Қайда бай мақтаншаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, былжырақ көрінеді солар даңдақ. Қобыз бен домбыра алып, топта сарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Aytım seni kalam kas, sağan korban mal men var. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы,
Сонда да солардың бар таңдамасы, іші алтын, сырты күміс сөз жақсыны қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Ескі биші отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап, сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел, сендерге де келейін, енді аяңдап. Біз біргеміз.